Таксиде болған оқиға. Назерке ата-анасының 9-шы перзенті. Анасы Айымқан 60-қа жақындаған шағында құрсағын жарып шыққан кенже қызы. Өзінен үлкен 6 әпкесі, 2 ағасы бар. Кішкентайынан әке-шешесі өмірден озып, үлкен ағасы Қайрат пен Ләззаттың қолында өскен. Әкесінің ізін жалғаған Қайрат пен Қасымқанның өздері де көп балалы әке болып отырған жөндері бар. Соған қарамай, Назеркені өз балаларынан кем көрмей, ештеңеден тарықтырмай өсіріп бақты. Енді міне мектептегі білімін жетік меңгерген бойжеткен жоғары оқу орындарына түсу керек. Алайда ақша мәселесі бәріне де кедергі болып тұрғаны. Өйткені Қайрат пен Қасымқан тұңғыш перзент болғандықтан, өздерінің де ұл қыздары студенттік өмірге қадам басқалы тұр. Шағын ғана ауылда тұратын, 1-2 қара мал бағып, күнін көріп отырған отбасыға екі бірдей студенттің оқу ақысын төлеп, шығынын өтеу мүмкін емес еді. Ағасының жағдайынан хабардар Астана қаласында ата-енесінен бөлек тұратын ұл қыздары кішкентай Айгүл әпкесі Назеркені өз қолына алуға, оқытуға ұсыныс білдірді. Ол кезде Астанадағы бәйтерек ғимаратының енді ғана қолдануға берілген кезі. Жұрттың бәрі бір көруге ынтық болып тұрған алып шаһарға шақырту алғаны Назеркеге майдай жағып кетті. Қуана-қуана келісімін берді. Жездесі Самат жұмыс бабымен Шымкентке келіп қайтар жолда Назеркені өзімен бірге алып кетті. Жездесі мен әпкесі екеуі қаланың көрікті жерлерінің бәріне апарып, аралатып, Назерке мәз-мәйрам болып жүрді. Әпкесі оқуға түсіріп, киіндіріп, жездесі күн сайын жұмысқа барар жолда қымбат көлігімен оқу орнына жеткізіп салып жүрді. Осы құрметтің бәріне жауап ретінде Назерке де Самат пен Айгүлдің ұл қыздарына қарап, үйдің шаруасының бәрін тындырымды жасап жүрді. Самат негізі Жетісай қаласының тумасы. Әке-шеше, туған-туыстың бәрі де сол жақта. Жаңа жылғы демалыс қарсаңында Саматтың ағасы қаза болып, Жетісайға жол жүретін болды. Назерке үйде жалғыз қалатын болған соң, ол да ағаларының үйіне баратын болды. Назеркені теміржол вокзалынан түсіріп, қаланың шетінде орналасқан ауылына таксиге міндіріп жібермек болды. Түнгі 2-лер шамасы. Жас қыз жалғыз өзі таксимен баруға қорқып тұрғаны көздеріне жиналған жас тамшыларынан ақ көрініп тұрды. Бірақ амал жоқ. Ағасының жаназасына асығып тұрған Самат балысын орта жастағы ер адамға аманат етіп, ақысын төлеп көлікке отырғызып жіберді. Такси жүргізушісінің телефон номерін жазып алып, Самат пен Айгүл Жетісай қаласына жолға шықты. Назеркенің бойын үрей билеп алған. Ол кезде шағын ауылдарда ұялы телефонның байланысы дұрыс жұмыс істемейтін. Дереу айналаға көз жүгіртті. Айнала тас дүние қараңғы. Айналада бірде-бір тіршілік иесі көрінер емес. Жүргізуші көлігін бір айналып шығып, дөңгелегінің тесіліп қалғанын айтты. Өмірде мұндай жағдаймен бетпе-бет келмеген, тек экраннан көргендері есіне түсіп, жүргізушінің арам пиғылы барын сезіп, жүргізуші дөңгелегін ауыстырып жатқанда алға қарай қаша жөнелді. Артынан жүргізуші де қалыспай қуып келеді. «Әй қызым, саған не болды? Қайда қашып барасың? Тоқта деймін. Адасып қаласың қазір. Жоғал, кет. Маған жолама, маған тиіспеші». Жүргізуші қуып жетіп, байғұс қызды ұстап алды. «Сенің есің дұрыс па? Неге қашып барасың? Жолама деймін. Мені алдап қайда алып барасың? Жібер мені». «Қайда дегенің не? Әрине үйің алып барамын ғой». «Жоқ, сен мені алдап тұрсың. Сен жаман адамсың. Әкеңмен қатар адамға сен деп сөйлейтін неткен тәрбиесіз қыз едің. Жүр қане, сенен ертерек құтылайын». «Құтылайын дегенің не? Маған не істемексің? Өлтіресің бе? Әлде тірідей кесіп дене мүшелерімді аласың ба? Сен қыз мені жындандырып жіберетін шығарсың. Үйіңе жеткізіп құтылайыншы сенен. Жүр көлікке мін». «Жоқ, сенбеймін. Мен жаңа әңгімеңді естідім. Сендер ұйымдасқан қылмыскер топсыңдар. Мені ақша үшін біреуге апарып бермексің бе? Қанша ақша керек саған? Аға, әпкелерім сол ақшаны саған берсін. Тек мені үйіме алып баршы. Ешкімге ештеңе айтпаймын». «Туф, сен қыздың қиялың шексіз екен. Не айтып кеттің? Қайдағы қылмыстық топ? 10 минутта ауылыңа кіреміз. Жүрші. Мені үйімде бір топ адам күтіп отыр. Қазір ұлым келін алып келеді. Соған қалың малына аз-маз ақша жетпей тұрған соң, әйелімді тыңдамай жұмысқа шығып кетіп едім. Қазір бармасам, құлақ етімді жейді». «Басеке деген әйеліңіз бе? Солай ма? Алдап тұрған жоқсыз ба? Менің ауылым бұл жақта емес қой».
Ауылыңа кірер жол көп қой, бәрін түгел білетін адам құсап сөйлемей тез көлікке отыр. Назерке бәрібір қашып құтыла алмасын біліп, Аллаға өз жанын аманаттап көлікке отырды. Бойын билеген қорқыныштан арыла алар емес. Араға 5 минут салып, алыстан үйлердің шатыры көріне бастады. Жүрек соғысы баяулап, көңілі көншіп қалды. Аға, мені кешіріңізші, қорқуың орынды, түк етпейді. Ол үшін емес. Ендеше не үшін кешірім сұрап жатсың? Көлігіңіздің бұзылғаны үшін. Оған сенің кінәң жоқ қой. Бар болғанда қандай, ақымақ басып сізді жаман адам екен деп, көлігіңіздің бұзылғанын Құдайдан тілей беріппін ғой. Жүргізуші мен Назерке күле-күле діттеген жерге де жетті. Назерке аға жеңгесінің үйіне аман есен жетті. Қорыққанға қос көрінер деп осындайды айтса керек.